Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Capo de Orso Open. Осы жерде біздің Жансай Әбдімәлік ойнаған екен. Сол жерден үзінді көрсетейік. Кеттік. E4, C5, AT3, E6, D4, CD, AD4, A6 алдымызда Сицилиан қорғанысы. Сицилиан қорғанысындағы бұл деген Paulsen варианты деп аталады. Бұл жерде мынаяқтарға жазылып тұр екен. Sicilian Can Variation деп. Бірақ бұл Paulsenге көбірек ұқсайды. C4, Геза Мороци жүйесі. Бұның ең басты мақсаты D5 өткізбеу. Кешіңіздер, D5, B5 өткізбеу. Бұлардың. AT6, AC3, піл, вәзір C7. E5-тегі торды бақылауға алу. Піл D3, H5. Көбінесе бұны қарақшылар варианты деп атайды. Кезінде Николай Николаевич осыны айтушы еді, қарақшылар варианты деген. AT3, AC6, піл C5, H3, D6. At E5. Әрине B4 түсініксіз іс-әрекеттердің бірі. Не себепті B4 деп жүрді? Қаяққа асығып тұр? Мен үшін түсініксіз. B4, жедік, және піл D4. Мына салбырап тұрған аттың қал жағдайын. Бірақ не сұрайсыздар енді? 1857 адам деген шахматты толыққанды түсінбейді. Бұлай жүріп, және D5. Болды. Қаралар бүкіл мәселелерін шешті. Ақтардың жағдайлар қиындайды. Бұлай, жетік, D6, B5, екінші. D5-ті жүзеге асырдық па? Сицилиан қорғанысының бірінші идеясы. Керемет. B5-ті жүзеге асырдық па? Сицилиан қорғанысының екінші идеясы жүзеге асырылды. С жолы бойынша ойнап жатырмыз ба? Мына вәзірді қойдық қой С жолына. Қараңыздар. С жолына қойдық. С жолы бойынша ойнап жатырмыз. Бәлігі өте керемет. Сицилиан қорғанысының D5 бірінші идеясы, жедік, B5 екінші идеясы, піл B7, піл B7, және мына жерге біз оқталдық қазір. Орталықтағы жауынгер жай жауынгер емес, ол деген өте қымбат жауынгерлердің қатарына кіреді. Бұлай D1 деп жүрдік. Енді сұрақ туындайды. Неге бұлай жүрге болмайды? D1 деп жек кетеді. Онда мынанды жек кетеді. Бұлай неге жүрмейді? Деген сұрақ. Неге мына жерге жүрген жоқ деп отырмын? Мысалы, бұлай жүрсе не болады деп отырмын? Жарайды, не сұрайсың? C2, жедік, піл. Не? D1, бұлай, жедік. Бітті, жалпы. Ойын осымен аяқталды. Мына жүрістен кейін ойын аяқталды. Қалғаны енді техника дейді ғой. Техникамен емін-еркін дөң еткізеді. Қарақшылар варианты өзінің өзінің атауына сәйкес болды. Бұлай, жедік, патшаның сұрағы C5, E8, вәзір D5. Ең бастысы, қай жерге ақтар шабуыл жасайды? Қай жерде ақтар деген қаралардың мазасын алады? Сол түсініксіз мен үшін. Неге бұлай жүрген жоқ деп отырмын? Неге бұлай жүрген жоқ? Вәзір E4 бар екен ғой. Жедік, E5, D5, F4, E4, Сіздер білесіздер, жақсы позиция алу ол бір бөлек, ал қорғанысты бұзып өту ол басқа әңгіме. Қазір қорғанысты бұзудың жақсы тәсілін көрсетеді. E3, жедік, C4, D2, E1 шах. Осымен ойын аяқталды. Неге? Өткені бұлай жүрсе не болады? At F1 шах дейді. At F1-ден кейін at G3 дейді. Мысалы, бұлай жүретін болса шах. Бұлай жүретін болса шах дейді. Мынаған жек кетеді. Ол ашық шабуыл немесе ашық шах тәсілі деп аталады. Бірақ мына тірліктен кейін қарсылас жеңілді. Енді ол да көріп тұр ғой, at F1, at G3 болатын.
Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар. Қарақшылар варианты өзінің атауына сай келді, бірақ қарсылас әрине осал болды кішкене.